Тұрымханаға келіңіз. Дәулетбай ағам келді ма? Ниетуллаев Дәулетбай аға. Бейсен ағам не? Барсыз ба? Отырайын. Барлап алайын деп атқаным ғой. Ерболат аға барсыз ба? Аразгелді аға, Жұмабай аға, Сабыр аға барсыздар ма? Ал мынау аталар қазір мына асты бастап ашып бересіздер. Соның ішінде мынау құрметті ағайын, осы асқа жиналған жақын жуықтар, құда жекжат, көз көргендер, көрші қобалар, ағайын туыстар, бүгін мінекей Молдағалиевтар әулетінде үлкен ас болғалы жатырды. Мырзабайдай атамызға ас беріп, мінекей Мырзабай атамыздан 3-7 ұл, 4 қыз, оның ішінде мынау қаншама немереден шөбере. Мырзабай ағамыз 1992 жыл туылып, 2005 жылы бақилық болып о дүниеге аттанған. Сондықтан мына құрметті ағайын осындай ас иелеріне құрмет көрсетіп, азғантай тынышталып, құлақты түріп, мына үлкендердің алғыс сөзімен асымызды бастайық ағайын. Ал ендеше 32 жыл туылып, 2005 жылы өмірден өткен. Ала, сонымен құрметті ағайын, бүгін мінекей аста Құран бағышталады. Осы Шоманай районының имам молдасы келіп отырыпты. Сондықтан 4 көз түгел ешкім кетіп қалмай, Құран бағыштап, қатым Құран етіп болғаннан кейін 2 тамақты жеп, батаны қалып, орнымыздан тұратын боламыз. Сондықтан құрметті ағайындар, туыстар, құда жекжаттар, ешкім орнынан тұрып кетіп қалмасын. Ал ендеше мінекей бүгінгі асымыз атамыз Молдағали ұлы Мырзабай ағамыздың рухына, Балта қызы Үмітай әжеміздің рухына, Мырзабай ұлы Әділхан ағамыздың рухына, Мырзабай ұлы Жайылхан ағамыздың рухына, Мырзабай ұлы Қадырхан ағамыздың рухына, Мырзабай ұлы Әсемхан ағамыздың рухына, Төрехан ұлы Назархан ағамыздың рухтарына бағышталған ас, құрметті ағайын. Ал ендеше біз бүгінгі асымызды бастайық. Асты бастап келген қонақтарға қош келдіңіз айту сөзі, әрине осы астың иесі Тұрымханаға қош келдіңіз айтыңыз. Ассалаумағалейкум. Алыстан жақыннан келген ағайындар жеп жатты. Осы бір кеуімізде жүрген еді, соған ас беріп атқанымыз жиналып, әгеше ағаларымыз, енелерімізге. Келгендеріңізге көп рахмет. Біздің мына немізді елеп, сол амансыз болсын, дендеріміз сау болсын, бұрынғыдай сосыз бізден мықты, басқа көп айтты, аман болайық айтты. Той болсын, амансыз болсын. Бәрекелді, ал қош келдіңіздер. Сонымен аталар алғыс сөз айтасыздар. Сонымен біздің мінекей көз көргендер дейді ғой. Әкең өлсе да, әкеңнің көзін көрген өлмесін дейді. Біздің мына аталарымыз жайлы, ішіндегі бүгінгі ас беріліп жатырған ағаларымыз жайлы азғандай айта өтсеңіз да болады, олар рухына. Кім сөйлейді бірінші? Ассалаумағалейкум, құрметті меймандар. Марқұм Мырзабай ағамыз жөнінде жүр көп нәрселерді айту мүмкін. Өздеріңіз білесіздер, Шоманай районына халық ұрыс жыллары 1941-42 жылдардан бастап келіп қоныс басып бастаған. Сол дәуірден бастап осы күнге шейін Шоманай районында Қарақалпақ, Қазақ, Өзбек, Түрікмен, Татар, Башқұрт, Орыс, Карис және басқа жүр көп миллетлер жүр ауызбіршілікті, біреу сыйлап, ауырыны жеңілінде тең бөлісіп, жақсы жасап келатырыпты.
Мырзабай ағамыз жөнінде гап кететін болса, ағамыз міне Әлімжаптың күншығар жағына қоныс басқан болса, міне сол қоныс құтлы болған деп есептаймын. Себебі осы күнге шекен өзі қайтыс болғанға шекен, ондан кейін мінекей балалары осы күнге шекен ата қонысын қастерлеп, ешқандай қозғалмастан сол жерде отырып, абырой мәртебелі болып жасап жатырыпты. Мырзабай ағамыз міне біз жүр көп мерекелерде, өзінің үйінде, жиынларда көп ұшырасып, табақлас болып жүрген біз. Ағамыз міне ауыл адамына сәйкес бір ашық кеуіл, әмме уақыт ойнап, күліп, әзірлесіп жүретұғын, адамлардың hürmetin sıyın ornuna koyup söylese bileton adam edi. O kişi bir rayon koleminde bir javapkerlik lavazımlardan elimiz edi. Bırak so yer halk arasında özünün bir жақсы мінез құлқы менің жүре үлкен абыройға ие болды. Міне балалары жөнінде айтатын болсақ, Мырзабай аға өзі жүре перзентлерді тәрбиелеп, көп перзентлерді жетістірді, камалға келтірді. Соның ішінде міне Адылхан үлкен баласы бізбенен қатар еді. Адылхан ел халық арасында міне районның социалдық тұрмысында жүре не дейміз актив қатынасып үлкен абыройға ие болды. Ол көп жыл давамында районлық жедайятлық суды судьясының хаттері лауазымында жүре көп жыл абыройлы мәртебелі істеді. Барған жерінде орны сыйлы сөзі өтетұғын әмме уақыт бір ел халықтың алдында үлкен абыройлы сондай азамат болып жетісті. Міне бүгінлігінде Мырзабай ағаның ұллары, қызлары, ақылық шаулықлары үлкен азамат болып, міне осындай бір хашаматлы сарайда міне ас беріп, белгілеп отырғанына біз жүре кеуіліміз толады. Лайым міне Мырзабай ағамыздың міне марқұм болып кеткен ұллары Адылхан, Қадырхан, Жайлыханлар лайым жатқан жері жайлы топырағы торқа болғай, иманы жолдасы болып, жайлары жаннатта болғай. Міне тілейміз қалған жағында бір ұл қызлары, ақылық шаулықлары әммесі бір аманлықта, саулықта жасауына тілектеспіз. Рахмет. Бәрекелді, рахмет. Неге еске алу, қандай бір әдемі жақсы сөздерін білдірді, жүрек жарды сөздерін білдірді. Ағалар. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі міне асыра қатынасып отырған алыстан жақыннан келген ағайындар. Менің атым Сабыр Пәмілім Қожаметов. Міне ата-бабадан келтірген бір гәп бар. Мархұмдарды сыйлаған адам ешуақытта кем болмайды деген. Міне балаларына, туған туысқандарына жүре бір алғыс айтқым келеді. Әке шешесін, бауырларын ядлап, бүгін ел халыққа дастархан жайып, Құран хатым етіп отырған, лайым балаларымыздың осыған үлес қосып отырған азаматлардың әммесінің өмірі жасы ұзақ болсын. Лайым бұл істеген қайыр істерінің әммесі өздеріне балаларынан, ұл қызларынан сыйластық болсын деймін. Мен Мырзабай ағаның шаңырағыменен 1979 жылдан бері таныспын. 79 жылы Шоңғынай совхоз техникумынан бөлініп, комсомол деген совхоз ашылды. Сол комсомол совхозы ашылған уақытта мен совхозға бас агроном болып келдім. Осы совхозда
11 yıl bas agron болып істедім. Сол уақытта Мырзабай ағаның шаңырағы сол уақытлары дәстүр болған қожалыққа бөліп алып 20-25 гектардан пақта егетігін звено бригадалар болатығын еді. Сол қожалығы менен Карл Маркс бөлімінде бригада болып істеді. Қожалығы менен, басқа жақтың адамы жоқ. Сол істеген ойында мен бұл кісімен таныс болдым. Біздердің істеген дәуірімізде сол Карл Маркс деген бөлімде 4 бөлім бастық болды. Әлеуханаға деген бастық болды, Судашаға деген бастық болды, Жамырбайға деген бастық болды, кейінгі уақытлары Қыдырбай деген жігіттен бастық болды. Солар менен бірге істескен уақытында һәм уақытта бұл кісінің милләткешлігін, диқаншылықты жақсы білетін адам екені, шөлкөнін естіргіш адам екенін көзге түсті. Haqiqatında mene hazırki vaqtlarda özünün şаңырағында bir kelinde oңыстыра алмай отқан қожалықлар бар. Басып піспей. Екі келін бір жерде жасап атқан ола бішейін дешен. Ол мene өмірінің ақырына дейін өзінің балаларын дүгерегіне топлап, сол балалардың шаңырақларының әммесін ойласып, ақыл кеңес беріп, бірге ұстап отырып, әзірге дейінім сондай жақсы жасап келатырды. Haqiqatında Мырзабай ағаның тәрбиясын көрген балалары жаңа Бейсен ағада естіліп өтті. Соның ішінде мен айрықша бірге істескен еніміз Жайылғанда бұл асын сызып айтып кеткім келеді. Haqiqatында әкесіне ұқсаған жүде жақсы минеткеш жігіт еді. Комсомол совхозында погрузчик дейміз, сонда механизмді айдады. Совхоздың Қалеген жерінде, Қалеген бригадында керек болатын жерге еш күн түндемей минет ететін жігіт еді. Әттегі көп адамдар шөрді білетін шығар. 80-ші, 81-ші, 82-ші жылдары көп жай салыспақ болды. Себебі 69-ші жылы суықтан кейін Пақсадан саған жайлардың көпшілігі жарылып кетті. Сондан кейін көп адамдар жай салды. Şu vaqtda Şomanay'dan içinde jaysаған adamların barlığı da biletini шығарсын, barlığını kılayın şu jayılған mına Karl Marx bölümünde mına Meşit Övlüğün kaptanında kariyerden hemmesinin solar jayının alayın şu jayılған köp berdi. Ben aytaman haqiqatında mına әкесінің тәрбиясын көрген қазіргі балалары да халықтың ортасында сондай абырайлы, әкесіне ұқсаған қонақшыл, жүде меймандос, сыйластықты орнына қоятын перзенттер. Соның арқасында міне осы мереке ортаға келіп отырыпты. Мерекеңіз қабыл болсын дейміз. Assalomu alaykum bugungi mərasimining qatnashchilari, hammangiz xush kelibsizlar. Mana meni yoshlarım Mırzabayev to'g'ri aytib o'tdi. Men ham endi eslab aytadi buni. Mana institutga kelib, Bozorlar rayonida ishlavatganda u yerda sho'xonlar ko'p edi. Alimbayaga degan, Arslan degan, Shomaydan desa Mırzabayev Shalqin avuldan kelgan ekansan deb qo'yadi. Bu vaqtlar men Mırzabayevni bilmayman. Mana 89 yılı Bozorlar yolg'asini Shomayga kelib, Shomayda жұмыс бастады, міне содан кейін Mırzabayevni tanып бастады. Mırzabayevni балалар, жаңа айтып өткен балалармен бәрімен бірге істестік. Себебі мен 96 жылы Шомай бұйалықта басып қорқытарғаннан кейін 2-3 жыл балалармен өзіменен бірге істестік. Мен ол адамды қырмейін, жеткеру қорай, адамгершілігі басқасы. Бір енді айтамыз, әр кәсіптің бір маманы болады. Мен ойлаймын, Mırzabayevni шаруаның маманы. Шомай районында ат шаппаса да шаруашылық бойынша ең белгілі маман болды. Одан кейін бір естейді оны 2005 жылдарға дейін бір Қарақалпақстанда аңшылық һәм қорыққаналар бойынша бір мекемеде басшылық болып істеген. Үстіктің үстіне көп шығады. Үстіктің үстіне шыққанда енді әмме районның жерде шопалдар болады. Түркменстаннан барады, барлық шопалдар үстіктің үстіне. Сол жерде мінекей кімсе Mırzabayev'in балалары өздерінің жайлауы, өздерінің қоныстары. Бana сол минеттің арқасында балалардың үстінден қамалға келдірді.
en bir Allah'ın nesi yasak etti, ayetini hükümde iman yoldası olsun. Her vatan bugünkü sadakası kabul olsun. Amin. Assalomu alaykum. Sadaqa turgan elimiz sadaqa kesine şişesine sadaqa az berip atıp kabul olsun. Benim aytarım 60 yıllar ben Mirzabay'ın tanıyman. Olası Erdoğan bilen birge жүрдük, oynadık degende. Peki sadaqaları kabul ola versin. Assalamu alaikum. Şomana yelatının karı gözleri, jaslıkın jas kişileri. Bugün Mirzabay ağanın ruhuna, ballarının ruhuna verilip atırgan az sadaqa Allah dergahında kabul bolay. Biz o Müslümanda bir gap var. Ul tüleysen, kız tüleysen Allah hadarından bergeydi. Mine balları Kudaga yüzün katla şükür atalarının, ağalarının sıylap berip atkan asları Allah dergahında kabul bolay. Şu asqa jinalıp atkan kara gözlerge de tilegim sizlerden de kullarınız, kızlarınız mirim şafakatlı bolay. Kartayganda köylerinizge kuvanç belimizge medet bolay. Şomana yelatın bir şarvanın, dihanın yelatı, şarvaşılıkka jay, dihançılığın mol yelat. Bu yerde jasaqan adamlarının öweli Kuday elimden tağı başkadan hiç qanday quruq algan jeri joq. Muna jasy göllerden berip atkan partiyası Allah dergahında kabul bolup, şu asqa jinalgan kara gözler Kudayım, barşamizga Kudayım ağzım uzak ömür, bekkem den sağlık dileymen. Amin. Amin aytqanız kelsin atalar. Al endişe bizim birege as iyelerinin sizlerge arnagan şabanları var. Şabanlarını табыстайық. Kiygiz koyuyorsun. Turup koysanızlar ha, kiygiz koysanızlar. Barigede. Bir estelikке, suretke de alayықшы. Дима, telefonға түсіріңіз алшы. Telefonға түсіріңіз ал. Аталардың olsun. Kiyip alınlar ha, barigede. Bir estelikке, suretke alayық atalarda. Ömür жастарыңыз ұзақ болсын, аталар. Осындай сөз бастап, ақ бата беріп, төрде отырып, шапан киюді Аллахым несіп етсін. Сәл дерек жүрсеңіз аға. Ata отырыңыз, отыр. Рахмет ағалар. Төрге шығып жайғасып отырсаңыз болады. Неге бірінші тамақ тартылды, жеп алыңыздар. Содан кейін екінші тамақта дайын. Бастарыңызды еп, неге асқа келіп жатсыздар ағай. Асқа келгендегі мақсат тек тамақ жеп, мынау қарын тойдырып кету мақсат. Бұл жерде Құран қатында бірге болу. Сондықтан құрметті ағайын, келіп кеткеннің ешқандай пайдасы болмайды. Пайдасы тиісін десеңіз, өзіңіздің бір үлесіңізді қосамыз десеңіз, Құран қатымға дейін бірге боласыздар ағайын. Ал ендеше, құрметті ағайын, келген қонақтарды да құр қайтармай, азғандай бір сауға да бергіміз келіп жатыр. Мен бір жұмбақ айтайын. Жұмбақ айтайын, міне мына кәлесін алып келші. Сауғалар тұрған кәлесін алып кел. Бір жұмбақ бар. Ал ендеше, құрметті ағайын, балта қыза Үмітай анамыз қай жылы туылған?
Kім біледі? 36. Жоқ, 36. Келіңіз. Бәрекелді. Өзің баласы айтып отқан? Баласы емес па? Немере емес па? Алматыдан келіп отқан қонағымыз екен, кім болады? Құрметтеп қойсаңыздар, құрметті ағайын, Алматыдан келіп отыр деген. Оңай ғана жұмбақтар айтылады. Осының әулеттің інісі болған туысқан ағайын, немере ағайын. Немере ағайын, бәрекелді. Қай жыл екен туылғаны? 1933. 1933 жыл Балта қызы Үмітай анамыз, әжемізді туылған. Рахмет. Сонымен, құрметті ағайын, Мырзабай ағамның үлкен ұлының аты және де қай жылы туылғаны кім біледі? Жылы білесіздер ма? Қай жыл туылғаны? Жылы мен толығымен айту керек. Кім? Солай ма? 53. Анық біреу. Үйгенімізді біз 80-ге жатады. Бір жылдай кейін. Қайсы? 53 я келіңдер. Ау, 53. Шамаланып қойыңыз. Дұрыс. Келіңізші. Ау. Bir sesi sonunda dedi ben 49'un 53'ün 49 kadar çocuk birge. İman yoldaşı oldum. Üstüne atanan şeylerine koyuyorsun. Kім боласыз? Bir kula sürekli alaşamadım. Бәрекелді, алашалған шапала құрып қойыңыздар. Дұрыс, 53-ші жылы туылған. Енді бұл жерге сырттан бөтен адам шақырылған жоқ. Бәрі де осы әулетке жақын жер тума-туыстар, құда жекжат көрші бабалар ағайын. Сондықтан осы әулет жайлы және бір жұмбақ Мырзабай ағам мен Үмітай апамның ең кенжесі кім? Қай жылы туылған? Ең кенжесі. Апалар бір айтсын. Қай жыл туылған? 1976. Аты? Алтын. Шапала құрып қойыңыздар. Кел шапал, кел. Приз берейік сіздерге. Рахмет, кім боласыз? Құрдастары. Кімнің? Алтынның құрдастары ма? Шапала құрып қойыңыздар. Жетісаулықтар. Бәрекелді. Сонымен және бір келесі жұмбақ. Оны мұсылман халқы білуі шарт жұмбақ. Құранның жүрегі болған сүре. Қандай? Келіңіз. Бұл жақта біреулер Фатиха деп кім айтты? Қазір естен шамалым. Сүре ол Ясин сүресі құрметті ағайын. Шапала құрып қойыңыздар, қошеметтеп қойыңыздар. Кім боласыз? Мен осы елатта тұрамын. Бірақ танымыз жатқан жер жайлы болсын, топырағы торқа болсын деп. Осы Шоманайдың қоралары ғой бұл жерде. Осы ас иелеріне кім боласыз? Көрші ма? Танимыз. Танисыз, бәрекелді. Көз көргендер. Садақалар қабыл болсын. Әумин. Және бір жұмбақ, құрметті ағайын. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам қай жылы туылған? Келіңіз. Кім боласыз? Құдасы. Құда ма? Осы әулетке құда. Қашан туылған екен? 571 жылы. Шапала құрып қойыңыздар. Дұрыс. Рахмет. Ал ас иелерінен. Енді бәрімізді Өзбекстан азаматымыз, Өзбекстан бұқараларымыз. Әрбір өзбекстандықтарға білуі тиіс болған бір жұмбақ. Өзбекстан Республикасы мұстақылығы, егемендігі алған күн. Неше?
ай. Сентябрь емес. Көп адам жаңылсат, бірінші сентябрь мұстақылық егемендігін алған күн қашан екен? 31 август. Қай жылы? 91. Шапалақ ұрып қойыңыздар. Кім боласыз? Алтынның құрдасы. Алтынның құрдасы, 76-лар ма? Бәрекелді. Рахмет. Ал ендеше, құрметті ағайын, мына жерде май неғып тұр деп атқан шығарсыздар. 5 литрлік май. Үйге керек зат қой. Қараңыздар. Майды, бұл енді жігіттер емес, апа жеңгелерінен шығарайын. Кім көп көтереді, соған берем ал. Кім көп көтереді, жоғары көтеру керек. Ауылда штанги жеңгелер бар ма? Қараңызшы, таза шымшық май ма, шедевр май екен ғой, ең вещи сор. Кімге бұйырады? Кім көтеріп, көп көтерсе, сол алып кетеді ал. Майды. Басқаша болмайды ғой. Бұл енді билететін той емес қой, билететін. Сондан да осылай бір керемет шақ. Апау, көресіз ба апа? Келің, біреге. Апа, кім боласыздар? Әділханның құрдасы боламын. Әділхан ағаның құрдасы. 53-тер ғой, солай ма? Бәрекелді. Мінеки бастады. Әділхан ағаның құрдастары бастайын деп жатыр. Және кім шығacak? Кел. Жоқ, тартымдаңыздар. Кім боласы? Райханның коллективі, сіз? Кәмшаттың апасы, Сөйлеттің келінің. Осы өлеттің келінсіз ба сіз? Келінің апасы. Құдашасыз, құдаша, дұрыс. Құдағи, құдаша, көршілер, және кім бар? Бағын сынап көреді, кейінен уақ деп қалмай қой, мен көтеретін едім ғой ананы, көтер алмайды ғой деп. Барма шығатындар, апалар, жеңгелер, кімдер шығады? Келіңіз, кел. Шешініп келеді ана кісі. Білекті түріп. Құдағай, құдашалардан, көршілерден неңіз кетеді, келес, бағыңыз сынап көресіз. Кел апа. Төртеу, бесеу, жарайды, жедел болса. Сонымен 53-тер бастап берсін. 53 ба? Неше рет көтересіз, көрейік. Не зиян ол? Зиян жоқ. Ал, 53-тер бастады. 1, көтере берді. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, молодец, 14, 15, 16, 17, 18, көтере беріңіз, 19, 20, 21, 22, санам аузыма ауратқан, 23, 24, 25, 26, 27, шегі жоқ, 28, 29, 30, 31, шаршамадың бапа, 32, майалам деп, өкпен қысылтамасын, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, молодцы, шапалақ ұрып қойыңыздар. Апау, духы отырды жастардың. Жастардың духы отырды, кете берейік деп қояды ғой. Қазір көрейік апа, егер сізден өте алмаса, бірінші орын майды сізге жереді. Жарай ма? Сізде 40 есіңізде тұрсын, көтеріп. Жоғарыға. 1, 2, 3, 4, көтер 5, 6, 7, көтерің
8, o. 9. 10 шығармай көтер, сілкей бермей. 11 сілкімей. 12 13 шаршадыңыз ба? 15 яқты. 16 17 18 көтер, есептамай қалады. 19 20 21 22 сілкімек. 23 24 иықтап ойлан апа. 25 26 27 көтер 27 есепталмайды. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 есеп алмайды. 37 елге есепталады. Жат жолдың айттыңыз. 38 39 40 тек болып қалдыңыз қазір. Өтуіңіз керек. 41 42 көтергенші көтерім. 43 болды деп жақтағы. 44 45 46 47 шаршадыңыз ба? 48 тез көтеріңіз. 49 50 51 52 53 шапала құрып отырмайсыздар. Мағұрбет ағайын. 54 55 56 57 тоқтамайсыз бәрі. Бел көтер бердім. 58 59 60 тоқтап қалдыңыз болды енді. Тоқтамауыңыз керек еді, көтеретін болсаңыз сізде 60. Апау, мынау плиз сізге беремін. Рахмет апа, шыққаныңыз үшін осы жасыңызбен 2 приз беретін жасыңызға қосып мінекей. Рахмет. 53-тер бір шапала қылып қойыңызшы. Рахмет. Екінші жасыңызға қосып беріп жатырмын апа. Сізде қанша болдық? 60. 60-тан өтетіндер бар ма? Көрейік. Неше рет көтересіз деп отырмын. 60-тан өтсеңіз көреміз. Енді көреміз апау. Енді соған қарап шықтым дедім. Айттым, ай көтереміз дедім. Көріңіздер. Көрейік апау. 1, міне. 2 3 4 5 6 апа, 2 мен апа шашап қаласыз. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ay 17 жақсы апа, біреу қосты. 18 19 20 21 22 23 апа қоса береді екенсіз. 25 болды апа, тоқтатсыз. 26 болды, тоқтап қалдыңыз. Рахмет апау. Апа, кім боласыз? Ау. Өз тағындардың жиенімін келіншегім. Ай, міне жиенге бір жиен келінге шапалақ ұрып қойыңыздар. Шынай жиенім. Ау.
Қошқынбай деген келіншегім. Жиен болама табындарға, мен де табын абау. Жиеннен ел болмайды, желкеде ет болмайды дейді. Оның бәрі бекер әңгіме. Нағашы жайлы болса, табындар жайлы болса, жиеннен ел болады. Желке кең болса, желкеде ет болады дейді. Сізге де екі приз беремін. Жиеннің назары жаман дейді ғой. Рахмет. Мынау намаз оқуыңызға шайнамыз. Ай бәрекелді. Рахмет. Дух жете ма? Жетпей ма? Жоқ, көресіздер ма я? Көріңіз. Қазірше бізде 60. Тез көтерейік, уақыттарына үнемді пайдаланайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, санап тұрмын, 9, екінші тамақ тартып жатыр ма? Тарта берсін. 10, 12 болды ма? 13, 14, 15, тез, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, санап тұрмыз. Неше болды? 31, шаршадың ау. Есептелмайтын ол, төменге түспей қалды. 32, түспей қалды, қол түсір төменге. 34, тез. 35, 36, стоп, тоқта, шаршадыңыз алба. Сізге да бір приз. Мінеке, рахмет. Құдашам еді, осы әулеттің құдашасы. 3, 4, 5, жоғарыда қойығы, 6, 7, 8, тез, 9, орнына отырайық, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, тез, 33, 34, стоп. Екінші қолдан пайдаланыңыз. Рахмет, құдаша. Жайыңыз берейін ба? Бәрекелді. Рахмет. Ал. Қыз, ал, асықпаңыз, а? Сонымен, құрметті ағайын, кім едіңіз? Кім боласыз? Мен Райханмен бірге істеймін. Райханның коллективіне бір шабала құрып қойыңыздар. Мінеке, ал сізге. Рахмет. Ендеше, құрметті ағайын, мынау айтып жатырмыз ғой, осы жерге тек қана өзіміздің жақындары, құрбы құрдастар, туыстар, құда жекжаттар келді деп. Ендеше, құрметті ағайын, мынау көз көрген деген болады, дос, құрдас, кластас деген болады. Әділхан ағамның, Жайылхан ағамның, Қадырхан ағам, Әсемхан, Назархан ағамның құрдастарынан бір адамнан сөйлейтін бар ма? Осы аш жайлы, көз көргендеріңіз жайлы бар ма? Берейін Бақтияр аға. Құранға атып қыламыз деп отыр ғой. Келіңіз. Стойка алып жүрші. Отыра бер. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Assalamu alaikum. Hürmetli bugün as-sadaqa münasebetine jinalan jas bo'lgan jas kishilar, eng avvalo har biringizga xush kelibsiz deymiz. Xudo xolasa Xudoyim so'z. Sadaqa Xudo yo'li qabul bo'lay, savoblarni yeslagan atalar, analar, tug'an do'stlarga Xudoyim qabrlarini nur ruhlar, shod joylar, jannat bo'lib Alloh nasib etgay. Nega siz azizlar men birgalikda bir azliken bir sadaqa hamda bir azliken bir so'hbatlashsak maqsadga muvofiq bo'lar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 4 toifa insonni jannatga birinchi bo'lib kiritiladi degan hadislar bor. Solarning ishinde birinchisi olim odam, sahiy odam, hajr ham shahid odamlar deb ataladi. Solarning qatorida olim odam bilan birgalikda sahiy odam ikkovi birgalikda jannatli bo'ladi deydi. Men aytmoqchi bo'lgandagi maqsadim Xudo qalasi mening ağamның şаңырағы, білесіздер Төрехан ağamның шаңырағына, Шомана елатына келген басшы қосшының, әрқандай инсанның, осы инсанның үйінен дүздемек болмаған адамның өзі болмаса керек. Деген ақытта мекей әуелен барып қазыналарына Алла берекет берсін. Әрдайым келген инсанның сол мәйлі қандай лауазымда болсын, лауазымсыз болсын, кім болуына қати назар, осы инсанның үйінен дүздемек болмаған адамның өзі болмаған шығар. Бүгін сонша инсанды бір шақырып, бір ел халқын дуапатиясын алайын, Құда қаласы өсіп өнуге еле һәм бір шафааты тейсін деген мақсатты қадемдер қойылып отырды. Айтпақшы болғандағы мақсатым сахилық инсанды өмірін һәм ұзақ қылады, ырзығынан кең қылады. Себебі алымның һәм алым болуына себеп болады, сахи инсандар болады. Соның үшін сіз әзіздермен біргелікте неге һәммеміз біргелікте бір дуа қол жаямыз. Дайым неге ата-аналардың хақларына, туған туысқалардың хақларына қатым Құран бақшида қыламыз. Құда қаласы солардың сауабы ұлы зияда болсын деп. Неге деген ақытында бұл айлар Мұбарак Пайғамбар алейхиссаламның туылған айлары һәммеңіз білуіңіз керек деген азырген жаңа сауал жауаптар болды. Құранның қалбі неде деген ақытында Құранның қалбі Ясин сүресі деді. Ясиннің һәм қалбі болады екен. Ясин сүресінің қалбі жаратқан ем һәр бір бендеге әзіздер тыңлаңлар. Ясин сүресі неге her günü taң namazın uағында таңда адамдарға жаратқан емнің өзінің сәлемі болады екен. Her bir bendege сәләмун қаулун мир раббир рахим деген аятпен келеді екен. Lekin мұсылман адам bu сәлемді, яғни уалейкум ассалам деп айта алмаймыз. Lekin сол сәлемге her күн таң намазын уағында, яғни таң намазын қатарында әс-сәләту қайрун минән наум деген қатар бар. Демек бенденің Allah Teala'nın cevabı demek her günü taң namazda жаратқан ем мәләикәләр мен фәрештәләр арқылы берілген сәлемді бенделер, яғни біз үсіз әс-сәләту қайрун минән наум мен жауап береді дегенбіз. Келin әзіздер, әсілді hər біріміз Алланың құлы, Пайғамбар алейхиссаламның үмметі, ол кісінің шапағатына мияссар болуға һәммеміз әрекет қыламыз. Соның үшін садақа үш нәрсеге пайдасы тиеді дейді. Біріншіден садақаның ең бірінші пайдасы insanның өмірін ұзақ қылады, ырзық несібесін берекетлі қылады, һәм және тағы ісінің қайырлы болуына себеп болады дейді. Және инсан дүниядан өткеннен кейін һәм садақа, яғни 3 сағаттан, mesela мен дүниядан өтсем, менің ізімнен 3 сағат тынбастан барып тұрады екен. Солардың бірі неге елге бір ас-садақа бергендей қылып берілген садақа перзенттер арқалынан барады. Яғни перзенттер арқалынан баратын садақа ортада перде болмайды екен. Соның үшін бүгінгі берілген садақадан Құда қаласы дүния келіне себеп шуған тәрбие берген Мырзабай атаға, мейірбан ана сүтімен ұлылаған үмітай әжелерді және бір мәртесі рухлар шад болуын Алла насип етсін. Туған туысқандарына Құда хатым құралдары Құда қаласы сауапқа мияссар болсын дейміз. Және бағана айтқандай осы ай Рабби әуәл, Рабби сәни, міне бүгін Жұмади әуәл деген айының ертең ақыры күні болып тұрды. Ертең бір-екі күндіктің Жұмадық күні кейін Жұмади сәни деген мұбарак Пайғамбар алейхиссалату вассаламның мәуліді шариф мұбарак айлар болады. Яғни туылған айлары осы айда кімде кім дейді. Осы айда ең болмағанда мәселен салават деген нәрсе бар. Саллаллаху алейхи я расулаллах деп қойса, ертеңгі күн Пайғамбар алейхиссаламның шафаатына мияссар болуына себеп болады екен. Сол үшін келin әзіздер, әсі һәммеміз мұсылман халқымыз, мұсылман елаты, мұсылман зұррияты екенбіз. Құда қаласы бұл кәлиме-и шахадатлар, салаватлар, әр бір бенденің тілі бә ділі қалбінде жайласқан илахи бенделер қатарында өмір кешіп барса, бұл мақсатқа уақыт болады екен. Бұның һәм және тағы бір нәрсені айтуымыз керек. Алла Тағала 5 ғайыпты жасырып қойыпты. Бірінші ғайып неге сіздер, біздер һәммеміз несібеміз. Бірінші ғайып инсанның несібесі болады екен.
отырған наз нематтың берілгені бұйырғаны несібе болады екен. Енді қараң, дидарласуды қараң. Мінекей Қазақстан менен Қарақалпақстан арасында ұзақ жақыннан қадем қойып, Астанаға алыстан келген адамдар һәммесі дидарласу. Демек, дидарласу һәм бес ғайыптың бірі болады екен. Демек, бірінші несібе ғайып, дидар ғайып, үшіншісі неке Төрехан ағам менен өмірлік жолдас апамыз неке ғайып болып есептеледі екен. Демек, несібе ғайып, дидар ғайып, неке ғайып. Төртіншісі, иншалла нәсіп болса хамла ғайып дейді. Яғни ананың қарындағы перзентті, яғни хамла ғайып. Ең ақырғысы тағдир ғайып дейді. Яғни бесіншісі инсанның тағдыры, хаятта инсан қанша өмір көретұғыны Аллахның өзге хавала дейді. Сол айтқанда мінекей біздер дидарласуымыздан мақсатымыз жақын жуғыларымызды көрген уақытында кімдір ер адамдарды көрсе, әкесінің симасы, яғни әке сималары, сиратлары елестенеді. Яғни Мырзабек атамызды мінекей жақын жуғылар һәммесі жиналды ма, атаның көрінісі, атаның симасы, сиратлары перзенттерінде көрініп, аз екен болса көзге жас келеді. Демек, дидарласудан мақсат. Қыз бала көрілген уақытта мехрибан ана көрінеді. Мехрибан ананың түртісі көрініп инсанға сол. Соның үшін бұл бір ас-садақа бір бахана әзіздер. Бұл бір себеп. Егер осы ас-садақаға исабында ұзақтан жақыннан, жақын туыс, ағайын туыстар һәммесі келіп дидарласып отырды ма, бұл һәм үлкен бір неғмат. Бұның өзі иншалла нәсіп болса бір сауапқа мейсар болады. Біз естіген аталарға, аналарға, һәм жақын жуық ағайын туысқа, дүниядан өткен ағаларыма, һәм Төрехан ағамыздың перзенттері Назарханға сауабы бақшида болуына себеп болады. Және бір мәрте сіздердің келген қадемдеріңізге Алла Тағала нұр жаусын, сауаплары зияда болсын, ұзайын еліміз тыныш болсын. Һәмме уақытта барсақ келсе, Құда қаласа перзенттердің жақсы ниет, ұл қыздардың той тамашасында дидарласуға Алла бұйырсын. Сіздерге айта жақын ілтимасым, осындай ұлы айларда, ұлы күндерде дым болмаса пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтып қойсақ, Құда қаласа ертеңгі күні инсанның шафаатына мейсар болуына себеп боламыз. Біздің мінекей бүгін таярлап келген хатым Құранымызды һәммеміз біргелікте естеміз. Міне біз естіген аталарға, аналарға, туған туыс ағаларымызға һәм Төрехан ағамыздың перзенті Назарханға бақшида қыламыз. Құдайым біргелікте һәммеміз біргелікте дуаға қол ашып, хақларда дуа қылып болсақ, мақсатқа муафиқ болады. Ал, құрметті ағайындар, орындарымызға отырайық. Екеу ара сөзді қояйық, азғандай тынышталайық. Сонымен ас иелерін де осы жерге шақырайын, келіңіздерші. Ас иелері, бәріңіз келдер. Қазақстаннан келгендер, ауылдағылар, Алматы, Ақтөбе, Тараз, Маңғыстау, бәріміз келейік, Құран қатып етейін деп жатырмыз. Жақынырақ жиналыңыздар. Бастаймыз онда. Ал, тынышталайық ағайын. Мына апалар, жеңгелер жағы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الناس لكن الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديكم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من أمره إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala o'qigan Qur'oni Karim, sag'ira xatm Qur'on savoblardan avvalo bir o'qigan, tinglagan har birimizning qalbimizni bu hayoti dunyoda azizlar inson ikki narsadan salomat bo'ladi. Birinchi jismoniy deydi, ya'ni beden salomatlik bo'ladi, ikkinchi qalb salomatlik bo'ladi. So'ngishdan Qur'on o'qigan vaqtida har bir bende sizlardan ham iltimos qilaman, shu yerga kelgan jasur dunyosi insonning qalbi kirlisi inson bu hayot dunyoda yo'ldan chiqib ketadi. Demek so'ngishning birinchi Qur'oni Karimning foydasi sizlardan ham iltimos qilaman. Darrov Qur'on o'qigandan butunlarning haqlarini da duo qila bilmasdan, Allohim eng avvalo o'qigan Qur'oni Karim savobi mening kesel qalbimga shifo bo'lg'ay. Meni Allohim o'zini taniganda go'yoki bir odamni ko'rib turganday taniy biladigan, o'zining mo'jizalarini, o'zining borlig'ini, birligini taniy biladigan Allohim iymon ber. Iymon bilan birga sabr ber. O hayat dünyada Allah o'ziga rozi bo'ladigan amellarni band qil degan so'zni aytib, mo'min musulmonlarning har birining tilida qalbida joylashgan bo'lib kerak ekan. So'ning uchun biz tilaymiz sizlar tinglagan Qur'oni Karim, Fotiha, Ikhlas, Nas, Baqara suralaridagi savoblar avvalaha o'qigan ham tinglagan ba'zi hammamizning qalblarimiz Alloh Qur'on, iymon, hidayat nuri bilan munavvar aylab nasib aylasin. Qolaverdi savoblardan hammamizning payg'ambarimiz Sevgili Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh faklarına, boksinin ahli ailelerine, sahabi kiramlarına, aziz evliya firsizlerine, dünyadan ötken barcha allama-yu qari-yu qurralarga, sonun qatarındamdaki ağalarımızın ataları Mehriban, Moldağali atamızın ulları, Mirzabay atamızga, Balta atamızın kızları, Ümitay ajilerimizge, hem Mirzabay atamızın perzentleri, Adilxan, Jaylixan, Qadirxan ağamız, Asemxan ağalarımız, onlardan qatarındaki şu asiyesi olan Törexan ağamızın perzentleri, inilerimiz, nazarxanlardan Allah ruhlarına baxşida qilamiz. Ruhlar şad boğay, jaylar cennet boğay, imanları salamat boğay. Siz azizler tinglab, Xuday marhumlarga faydası tigi, ruhlar şad boğay degan dua tilekleriniz arkasında bulardan hammelerini Allah bu hayatı dünyada insan biz azizler günahını bilip isteyimiz, bilmeyi isteyimiz, bilip bilmeyi qilgan günahlarımız Allah özünün marhamatlı kalam şarafat men günahlarına kafarat aylab, ruhlar şad boğay, jaylar cennetten boğay. Azizler bu yani melekege safardan kelganlar var,
сапарда жүргендердің ортасынан дуа тілегенде перде болмайды дейді. Құдайым со ақылдылары, ұл қыздары, басқа hamma туыстар келген болса, олардың көтерген дуасы арқылы міне сіздерге жиналған садақаға жиналған бәршелер шарапатымен марқұмларға пайдасы тиюін Алла насип ейлағай. Құдайым со атамыздың қалған хаятта бар ұл қыздарына ең әуелі мейрақыбет бергей, силай рахым болғай, бір-бірін қоллап батлайтын сондай дәреже аға іні, ажапа қарындастық өсіп өнін Алла насип ейлағай. Көздері жамалын көрмегей, ел қалып түпәләм деп қарайтығын, елі һәм бағана айтқандай сақи инсан деп қол ашқылығы та хаят екен дауами болуды Алла насип ейлағай. Бағана һәм айттым, Шоманай еліне кімде-кім басшы қосшы болуын, кім болуының қатыңыздар, осы инсанның үйінен дүздемек болмаған адам жоқ шығар. Барсаң, дәрбі бір кесі шұбатыменен сізді тағамына мәрәт етеді. Құдайым қазынасына Алла берекет бергей. Тәрбие берген атасы, мехрибан ана үстін берген мехрибан анасының әуәліға рухлар шад, туысқалар Құдайым, перзенттер артынан, біз атынан баратын Құдайым сауапларға толтырын Алла насип ейлеп. Құдайым сол Назархан ақыл перзентінен қалған мирасқорлар бар. Құдайым сол Назархан перзентінің орын басатын өмірі ұзақ болуын Алла насип ейлағай. Құда қаласы ертең келешекте үлкен азаматлар болып жетілсін Алла насип ейлағай. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан. Алла бұл дүнияда әрбір пенденің екі дүния саадатына өзің яссар болуды Алла насип ейлағай. Садақа және бір мәрте Құда жолы қабыл болғай, сауаплар зияда болғай. Ағамыздың шаңарағына Алла Тағала һәмме уақытта құт берекет беруін Алла насип ейлеп. Құдайым бұндан бияғында Алла өмірін әсірмен жүздесетіндей ақ шашлы, алтын тісті кемпір қары болып өмір кешірулерін Алла насип ейлеп, және бір мәрте қатым Құран, садақа Алла жолы қабыл етіп насип етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Әумин. Барекелді. Ал ендеше, құрметті ағайындар, неге осы асқа арнайы Қазақстаннан келген ас иелері бар. Алматы, Ақтөбе, Маңғыстау. Сөйлеп тұрайық. Сіздер сөйлесеңіз көбісі тыңдап отырады. Әжелер, апалар келіңіздер. Бәрекелді, қош келдіңіздер. Мынау беріп жатқан астарыңыз қабыл болсын, садақаларыңыз қабыл болсын. Бәрі сөйлеп отырмай, бір екі-үш адам сөйлеңіздер. Жас үлкендер деген сияқты. Кім сөйлейді? Апа, әже. Апа. Саламатсыз ба, қайырлы күн баршаңызға. Ал бүгінгі міне ас берекесі бәріңізге де қабыл болсын. Мен енді өзімді таныстырып өтсем, осы Мырза дегеннің ағамыздың ағасы Кенжоғыл дегеннің қызымын. Атым Назым, Ақтаудан келіп тұрмын. Ал осы енді айтсақ, Мырза ағамыз да, Үмітай жеңгеміз де өте күшті аға жеңге болды. Осы Жалпақтыл ауылының жақсы өнегелі жеңгеміз деген айтайын. Ағамыз енді ағамыздың аты шығып жатыр ғой. Үмітай деген жеңгеміз енді өте күшті, өнегелі, ұлды қыздың жақсы анасы болған жеңгеміз. Жеңгеміздің енді сондай қызметін көрдік, ата-енесін сыйлағанын көрдік. Енді сонша ұл қызды тәрбиелеп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырған өнегелі семья. Осы енді ар жағы Тақиятас жақтан деп көшіп келген Шоманай районына енді кішкентай едік, содан бері есімізді білген осыларын әйтеуір көріп жатырмыз. Міне ізім жалғастырып келатқан балдары, оның орнында қалған міне Төрехан деген бала ініміз, келініміз несібелі, өте күшті, келсек келдің ба деп сыйлайды. Жақсы семья айтуы. Әділхан ағамыз да жақсы, күшті, жұмыс орнында істеген ағамыз, аты шыққан. Кәдірхан оның қасында, ол да жақсы ініміз еді. Бәрілері жатқан жерге жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Ал ас қабыл болсын, енді айта берсем сөз көп қой. Ал мына дейміз, беріліп атқан садақа қабыл болсын. Осы садақаны берем деп ұмтылып талаптанған Төрехан інім несібелі келініме рахмет. Ел халыққа
ағамның бұрынғы белгілі кісі екенін білдіріп, еске алып, ас беріп жатыр. Дайым балдарының қызығын көрсін. Енді ағамыз бен жеңгеміз қатты бір жақсы адамдар еді, келгенде кел деп жақсылап күтіп алып шығарып салатын үлгілі бір жақсы семья еді. Ағамыздың, мына бауырларымыздың жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын, алдынан жарылқасын. Алтын уақыттарыңды бөліп, осы ағамның атына беріліп атқан асқа келгендеріңізге рахмет, ағамды еске алғандарыңа да рахмет. Ағам да жеңшем де, ағаларым да қатты жақсы адамдар еді. Жатқан жерлері жайлы болсын, топырақтары торқа болсын. Мына балдарға шарапат дейсін, садақа қабыл болсын. Құрметті асқа келген ағайындар, үлкен қайнаға мен шеше үйінде ас болып жатыр. Ас қабыл болсын. Қыздар айтып жатыр ғой, бәрін соған қосылайық, амандық болсын. Бәрі балдар жұмыл жүгіріп келіп жатыр ғой, осында балдар бар, келіндер бар. Қайнымызға рахмет бәріне. Осындай желіп жүйіп жатқандарына рахмет. Садақа қабыл болсын. Құрметті қонақтар, келгендеріңізге рахмет. Төрехан, қабыл болсын садақа. Бәрекелді, рахмет. Ал ендеше, мына берейін деп жатсыздар ма? Енді мына қалғандар қосыла қойсын. Себебі мына жерде мына құрдастардан да бар екен, осы өзіміздің жүрек жарды сөздерімізді айтайық. Жылы лебіз. Жайылхан, Қадырхан, Әсемхан, Назархан ағаларымның құрдастары, көз көргендері. Кім сөйлейді? Болды. Ана беретіндер бар, балдар. Жігіттер, сіздерге. Астан. Елес ба? Құрметті қонақтар, мен Қадырханның кластасымен бірге ойнап өстік. Мұны беріп отырған болсын, ағаларымыздың жатқан жері жайлы, топырақ торқа болған, тілеп жатқан тілектердің бәрі қабыл болсын. Қадырхан дейміз, классымызда да бір үздік оқушылардың бірі болды. Жақсы оқыды. Жатқан жері жақты болсын, топырақ торқа болсын. Бәрімізге де сол үйлеріне барсақ қуанышқа орайды. Асыққандарын тойға жайылсын, жақсы күндерге қатнаса, садақалар қабыл болсын. Әумин айтқаныңыз келсін, беріп жатқан ас садақамыз қабыл болсын. Ал құрметті ағайындар, құда жекжат туыс бауырлар, көрші бабалар, сағат 2-де ат шабар болады. Мінекей осы үлкен астана ат шабары сағат 2-де болады. Қош келдіңіздер, әрқашанда жақсы күнде бас қосуды Аллахым баршаңызға несіп етсін. Бауырымыз бүтін, басымыз аман болсын ағайын. Рахмет келгендеріңізге, алтындай уақыттарыңызды бөлгендеріңізге мың алғыс үлкен рахмет ағайын. Жастайынан жет атасын жаттаған, сақтаған, қазақтың алматы.